балаларыңызда сколиоздың бар екенін қалай білуіңізге болады? Иық деңгейін жаңағы әртүрлі болуы, балаларыңыз тұрғызып қараған кезде екі иығы бір деңгейде болу керек нормада. Ол бірақ та сколиоз кезінде иық деңгейінің әртүрлі деңгейде орналасуы болады. Жауырынға қараймыз. Жауырынның орналасуы, екі жауырын негізі бір деңгейде орналасу керек нормада. Бірақ сколиоздың алғашқы белгілері кезінде жауырынның орналасуы екі деңгейде болады. Омыртқаға қарағанда, жалпы тұрғызып қараған кезде біз арқасындағы қисықтықты байқаймыз, яғни омыртқаның қисаю белгілері. Балаларды алдыға еңкейген, екі аяғын қойып, алдыға еңкейген сұраймыз. Еңкейген кезде арқасындағы горбтарды көреміз. Реберный горб болады, бел жағында орналасуы, әртүрлі орналасуы болады. Және талиясына назар аударамыз. Талиясы бір жағы тегіс болса, бір жағы кіріп орналасады. Егер балаларыңызда осындай белгілерді байқасаңыздар, онда сіздерге дереу ортопед дәрігеріне қаралу қажет.